1250 жылы Мединадағы үлкен мешіт бар ма? Пайғамбар саллаллаху алейхи мешіті. Сол өртенеді да, сол мешітке күрделі жөндеу өткізу керек болады. Сол кезде осы Мекке мен Медина Мысырға қарап тұрады да. Ал тура сол уақытта Мысырды біздің Сұлтан Бейбарыс билеп тұрады. Сұлтан Бейбарыс билеп тұрады да, құрылысшылар сол Мединаға мешітке жібереді. Жөндеу. Сөйтіп күрделі жөндеуден өтіп біте ма, мрамордан жасалған мінбер сыйлайды. Мешітке Сұлтан Бейбарыс. Сөйтеді да, Сұлтан Бейбарыс сыйлайды, бірақ кейін пәлен уақыттан кейін Мединадағы мешіт тағы да кеңейеді, үлкейеді, тағы да күрделі жөндеуден өткізеді. Сол кезде мрамордан жасалған мінберді осы мешітке қойды. Осы ма? Мынау біздің Сұлтан Бейбарыс сыйлаған мінбер, елестетші. Керемет. Ислам тарихындағы ең алғашқы мешітте қазақ салдырған мінбер. Ризасың ба? Осы уақытқа дейін тұр. Мынау мрамор. 1250 жылы Мединадағы мешітке сыйлаған Сұлтан Бейбарыс. Құба мешіті туралы айтыңызшы. Құба мешіті. Құба мешіті. Меккеден Мединаға көшеді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Аңсарлар енді аңсап күтіп отыр ғой. Сол Меккедегі сахабалармен бірге Әбу Бәкір радиаллаху анху қасында бар. Осы жерде топырлап тұрып күтіп отыр. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның түп нағашыларының ауылы. Әкесінің нағашыларының. Сөйтеді, нағашыларының ауылы ғой дейді да, осы жерге 3 күн тұрық дейді. Дүйсенбі кешке келеді, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі күні осы жерде. Мына 3 күн бекер жатпаймыз деп, тура осы алғашқы тоқтаған жерінен мешіттің іргетасын қалайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өз қолымен қалайды. Ислам кегелі, мысалы Қағба бар еді ғой исламға дейін. Бұл ислам келгеннен кейінгі алғашқы мешіт. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өз қолымен іргетасын қалады. Ары қарай соғылған деген сияқты. Енді ислам тарихындағы ең алғашқы мешіт. Одан кейін бұл жерде келіп үйден дәрет алып, біз енді қонақ үйден аламыз. Бұл үй болып есептеледі бізге. Сол жерден дәрет алып, осы жерге келіп 2 ракат намаз оқыған адамның сауабы. Анау Қазақстаннан келіп, ихрам халіне кіріп, Қағбаны 7 рет айналып, Сафа Марвада 7 рет жүріп, шығып, шаш сартып, умраға жылған біттім дейді ғой. Сол кезде қандай сауап беріледі? Мына жердегі 2 ракатқа сонша сауап беріледі. Намазымыз қабыл болсын. Қалмай құдай қаласа. Алла қабыл болсын баршамыз. Енді умраның үстіне умраның сауабы берсін. Полный заряд деген осы. Зарядталыңдар ма? Зарядталып отырмыз. Аллаға шүкір.